Сәлем достар, сіздермен бірге мен печенье дайындайтын боламын. Менің каналымда бірге болыңыздар. Бұл печенье песочный тестодан жасалады. Өте андай қытырлақ болып тұрады. Міне мындай. Ішінде шоколады бар. Шоколадный печенье. Шоколадтан бөлек басқа да заттар қоссаңыздар болады. Өте дәмді. Бірге жасап көрейік. Шаймен ішкенге өте керемет шығады. Бастаймыз. Менде 150 грамм май. Бұны ертіп алдым алдын ала. 250 мл не? Қант, сода, жоқ сода мен разрыхитель и 2 жұмыртқа, сосын бізге керегі шоколад. Бұл шоколадты алдын ала өзім турап, майлап турап алдым. Бір плитка болса жарайды. Енді біз бастаймыз. Бірінші біз неден бастаймыз? Қантымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Сосын жұмыртқамызды қосып аламыз. Үлкен болса біреу жетеді. Менде кішкентай болғандықтан екеу қосып жатырмын. Жақсылап араластырамыз бұнда. Кейін біз нелерімізді бір оңға қосып аламыз. Бірінші. Араластырып. Önümüzді жайлап саламыз. Майды қатты ертпесеңіз де болады, бөлме температурасындағы. Мен микроволновка ертіп алдым. Жұмыртқа да бөлме температурасында болса жақсы болады. Жақсылап араластырдым. Міне бізде осылай жұмсақ тесто шықты. Мен қолмен сәл нетіп алдым. И енді бұған мындай. Қатты болып кетпеу керек, жұмсақ болған дұрыс. Әдемі тесто шықты. Енді шоколадымызды қосып араластырамыз. Шоколад болмаған жағдайда шоколад қоспай жасасаңыздар да болады. Шоколадтың орнына орех қоссаңыздар болады. Жаңғақтың дәнін қоссаңыздар болады. Или без ештеңесіз қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып. Все тесто шықты. Оны негізі тестаны холодильникке бір жарты сағатқа қойып қойсаңыздар да күшті болады негізінде. Мен оны қоймаймын, бірден дайындасаңыздар да болады. Мен бірден дайындайын деп тұрмын. Қазір піскенін көретін боламыз. Бірінші формасын жасайық. Формасын жасап алайық. Форманы біз домалақтаймыз. Мынандай формада болу керек. Ешқандай қиындығы жоқ. Шаймен ішкенге өте керемет болады. Өте оңай болды бұл рецепте. Барлықтарыңыздың қолдарыңыздан келеді. Жасап көріңіздер үй жағдайында. Бұған да аса қатты көп зат қажет емес. Үйде бар затпен жасалатын печенье. Менде протеин қағазы жоқ болғандықтан астына кішкене ұн септім, жабысып қалмас үшін. Протеин қағазы менде жоқ екен. Мен шоколадтарым сәл қатты жұқа кесіп қойдым ау деймін. Езіліп кетті. Шоколад езілмей тұру керек негізі. Арасында бар шоколад. Қазір піскеннен кейін көретін боласыздар. Міне мен бәрін жасап қойдым.
аралары осылай ашық болу керек. Піскен кезде уже бұлар кішкене сәл үлкейеді, сол кезде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Бұны енді біз 180 градуста 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Сіздерде егер қатты қызып кететін болса, 150-ге пісірсеңіздер болады. Менде қатты қызып кетеді, сол үшін 150 градусқа пісіремін. 180 градус менде қатты қызып кетеді. Ал көрейік. Не достар, біздің печеньелеріміз дайын болды. Өте дәмді. Бізде бұлар қатты жұмсақ болмау керек. Қытырлап тұру керек. Міне іші мынандай болады. Өте дәмді, керемет, дайындап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Гүлнаш.